Жолбарыстардың жалпы саны 7000 болды. Қазіргі уақытта жабайы ортада 13 мемлекетте мекендейтін жолбарыстардың саны 3200 шамасында ғана қалды. Сондықтан жолбарыстың барлық түрі қорғауға алынып, халықаралық табиғат қорғау одағының қызыл кітабына енгізілген. Жолбарысты қазақ халқы ежелден күшті символы санаған. Жолбарыстарды арыстан мен будандастыруға болады. Әлемде 7000-ға жетпейтін жолбарыстар қалды. Қазіргі уақытта жолбарыстардың барлық түрлері қызыл кітапқа енгізілген және барлық елдерде оларға аң аулауға тыйым салынған. Жолбарыстардың қарашықтары үй мысықтарындағы сияқты тік емес, дөңгелек пішінді. Бұл жолбарыстың түнгі емес, ымырт өмір салтын жүргізетіндігімен байланысты. Қараңғыда жолбарыстар адамдарға қарағанда 6 есе жақсы көреді. Материктік жолбарыстар аралдарда тұратын туыстарына қарағанда ірі. Тірі қалу үшін жолбарысқа арыстанға қарағанда 2 есе көп тамақ қажет. Ересек жолбарыс жылына 3 тоннаға дейін ет тұтынады. Еркек жолбарыстардың анау аулау алаңы ұрғашыларына қарағанда 4-5 есе үлкен. Ақ жолбарыстардың барлығы көк көзді. Жолбарыс мысық тұқымдасының ішіндегі ең ірісі. Жолбарыстар қатты дауыс шығару арқылы бір-бірімен алыс қашықтықта байланыса алады. Ызаланған жолбарыстар ешқашан қатты дауыс шығармайды, олар ырылдайды. Жолбарыстың жолақты өрнегі тек жүнінде ғана емес, терісінде де бар. Егер жолбарыстың жүнін толығымен қырып тастаса, онда жаңа күн бұрынғы ерне қалпында өседі. Жолбарыстар тек жолақтарымен емес, сондай-ақ дауыстарымен де ерекшеленеді. Оның үстіне жолбарыстар бір-бірін дауыстарынан таниды. Жолбарыстар керемет жүзгіштер. Олар өте ағынды өзендермен де жүзіп өте алады. Амур жолбарысы жолбарыстардың ең ірісі. Оның құйрығын есептемегенде ұзындығы 3 метрге жетуі мүмкін. Жолбарыстардың жұптасу маусымы жыл сайын 1 аптадан аз уақыт созылады. Үнді қорықтарында жұмысшылар желке жағында адамның бет-бейнесін қайталайтын бетперде киеді. Бұл жолбарыстардың шабуылынан өздерін қорғауға көмектеседі деп санайды. Өйткені жолбарыс адамдарға тек тұтқиылдан және артқы жағынан шабуылдайды. Адам келбетіне ұқсас бетпердені бұл жолбарыстардың шабуылынан өздерін қорғауға көмектеседі деп санайды. Өйткені жолбарыс адамдарға тек тұтқиылдан және артқы жағынан шабуылдайды. Адам келбетіне ұқсас бетпердені көргенде жолбарыс басқа жем іздеуге кетіп қалуы әбден мүмкін. Жолбарыстар ягуарларға қарағанда адамдарға жиі шабуыл жасайды. Жолбарыстар бір-бірімен 5 шақырымға дейін аралықта ақыру арқылы хабарласа алады. Англиядан Үндістанға арнайы келген бірнеше жыл бойы жыртқыштың ізіне түскен тәжірибелі аңшы жолбарысты іздеп тапқанға дейін адам жегіш ең әйгілі жолбарыс шамамен 430 адамды өлтірген. Жолбарыстар мияулай алмайды. Қысқа қашықтықта жолбарыс 60 кг сағатқа дейін жылдамдықты ала алады. Жолбарыстың алға қарай 6 метрге дейін, ал жоғарыға 5 метрге дейін секіре алады. Орташа есеппен алғанда жолбарыстың ол жағы
шабуылдарының оннан бірі ғана сәтті аяқталады. Жолбарыстар жемтігін жақынырақ тартып тұтқиылдан шабуыл жасау үшін басқа жануарлардың дауыстарына еліктей алады. Жолбарыстар аю мен қолтырауын аулайды. Жолбарыстың сілекейі айқын антисептикалық қасиеттерге ие. Соңғы 100 жылда жолбарыстың 9 түрінің 3-еуі жойылған. Жолбарыстар табиғатынан 20-22 жасқа дейінгі аралықта өмір сүреді. Хайуанаттар бағында күтім көргендіктен одан да ұзақ өмір сүре алады. Қазіргі кезде Ресейдің қиыр шығысында, Үндістан түбінде, Қытайда, Ява, Суматрада аралығында ғана кездеседі. 20 ғасырдың 50 жылдарына дейін тұраң жолбарысы Қазақстанда Сырдарияның төменгі ағысындағы қалың қамысты торғайларды мекендеген. Осы өңірде соңғы жолбарыс 1933 жылы, ал Балқаш жағалауында 1448 жылы аталған. Тұрқы 160-209 см, ең ірілері 3 метрден асады. Құйрығынан ұзындығы 110-120 см, салмағы 200-220 кг, кейде 300 кг-нан артық. Аталық түрі аналығынан ірі болады. Басы жұмыр, жүнінің түсі қызыл, жирен мен екі бүйірінде көлденең қара түсті жолақтары айқын байқалады. Құлағы қысқа, 4 қатар мұртшалары ірі, қылшықты, ұзындығы 14 см. Көзінің қарашығы ашық сары түсті. Сойдық тістері өте ірі әрі өткір иілген. Тырнақтары мықты. Алдыңғы аяғы артқы аяғынан жақсы жетілген. Көбінесе қоныс ауыстырып жеке жүреді. Жабайы шошқа, бұғы, марал